Сәлем достар, жеуге болатын тостағанда піскен дәмді тағамды бірге дайындайық. Алдымен ұнымызды алып, үстіне тұз, ерітілген май және де су құйып, қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша етімізді турап аламыз. Яғни салмасын дайындаймыз, картошка тураймыз, пияз тураймыз және де сәбізімізді де осылай турап аламыз. Мінекей салмасы дайын. Енді үстіне қажетінше тұз, паприка және басқа да дәмдеушілер қоссаңыз болады. Осының барлығын қосып, сұйық май қосып, біркелкі етіп, жақсылап араластырып аламыз. Қамырымызды арнайы ыңғайлап, қажетінше бөліктерге бөліп аламыз. Домалақтап, одан кейін жайып аламыз. Жайған қамырымызды осындай кесеге салып, енді ішіне салмамызды саламыз. Қажетінше өз қалауыңызша толтырып саласыз. Және де ең үстіне май қойсаңыз болады. Мен қазыны қойдым, қазының майын. Сіз сары май қойсаңыз болады. Осылай әдемі етіп жауып аламыз. Енді теріс қаратып, үстіне қамырды өрген күйде, яғни тостағанның қақпағы ретінде осылай жасап қоямыз. Сыртын майлап, 180 градуста 50 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей, тамағымыз дайын болды. Түрі де, дәмі де әдемі. Өте ерекше тағам болды. Сіздер де дайындап көріңіздер, ас болсын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.